What if AI gets so smart that Егер жасанды интеллект соншалықты ақылды болып кетсе, тіпті Америка Құрама Штаттарының президенті де ChatGPT-7 ұсынған шешімнен жақсысын таба алмай, бірақ оның қалай жұмыс істейтінін толық түсінбесе ше. Егер мен OpenAI-ды қалай басқару керектігі туралы одан жақсы шешім қабылдай алмай, білесің бе, толығымен саған тапсырамын, ChatGPT-7 енді сен басқарасың, сәттілік десем ше. Әрбір жеке жағдайда бұл дұрыс шешім болуы мүмкін, бірақ бұл қоғам жалпы шешім қабылдаудың елеулі бөлігін біз толық түсінбейтін. Бірақ бізден үйреніп, бізбен бірге дамып, бізбен бірге жетіле беретін өте қуатты жүйеге берді деген сөз. Міне, менің ойымша жағдайдың үшінші түрде бұрыс кету мүмкіндігі осында жатыр. Негізі фантастика сияқты көріну мүмкін, бірақ қазірдің өзінде біз ChatGPT-ге көп тапсырмаларды береміз де, бұрын өзіміз жасаған шаруаларды ChatGPT-ге спокойно бере береміз. Мысалы, мен бір контрактты бұрында оқыдым, квартираны арендаға алғанда, ұзын бір 4-5 беттен тұратын, және ол ағылшын тілінде болды. Соны түсініп отырып оқыдым. Енді екінші мына жаңа квартираға ауысқанда маған сондай контракт берді. Мен бірақ осы жолы ол контрактты оқымадым. Ол контрактты ChatGPT-ге бердім. Маған тексеріп бер дедім, маған қай жерге көңіл аударуым керек, уақытымды құртпайын оқып, маған тез айтып бер дедім. Ол маған 1 секундта мазмұнын шығарып берді. Бірақ бір жағынан ойланып қалдым. Мен ана бірінші контрактты оқығанда мен түсіндім, ағылшынша жаңа терминдер үйрендім. Контракттың қалай жазылатынын, кейбір детальдарын түсініп үйрендім. Ал ChatGPT шыққаннан кейін мен уже ондай нюанстарды білмеймін. Мен тек кішкене ғана мазмұнын оқыдым, болды. Менің қабілетім дамыған жоқ. Сондықтан бұл ойланарлық нәрсе. Жасанды интеллект бізге көмекші болғанмен, тым көп шаруаны оған жасатып қойып жатқан жоқпыз ба деген ой да келеді. Ертең болашақта мына Сам Альтманның айтқан сияқты бұл өте күрделі мәселе болып тұр қазіргі таңда.